Драмалық көрініс Амангелді Сардан сайлауға Чайковский атындағы Алматы музыка колледжі студенттері орындауында қабыл алыңыздар. Ал, Әбдіғаппар, хан өзіңсің. Мына халықтың тарабасына қарап өткен. Бізге осы аймақтың жер жапсарын жақсы білетін, және де халықты соңынан не қылатын бізге басы сартап керек. Иә, өте дұрыс айтасың. Бірақ мен сайласам мына халық өзінің туысын сайлапты деп айтады. Өздерін кім тұсынар еді. Бектасының немересі, сен болыс болғалы біраз жылдар болып қалды. Адамды жақсы танисың дегенде кімді ұсынасың? Иә, мен айтсам мына тұрған жігіттердің бәрі лайық. Бірақ бала кезінде біраз абыройы бар, ат үстінде қайсар мінезімен Иман Батырдың немересі Амангелді ұсынар еді. Ой, құрыс. Батырлардан тақыр бар еді. Амангелдінің Құралайдың көзге атқан мерекелігін айтпағанда, Қарлы Жақыбайдың балаларын қолдап, қолпаштап, қорғап жүрген жақсы қасиетімен өзім жастайымнан көріп келемін. Өте намысты жігіт. Иә, рас жүр. Өте дұрыс айтасың. Олай болса, Амангелді салайық. Амангелді, берге. Біз сені басарда қылмақшымыз. Өзіңе айтасың. Мен қарсы емеспін. Елбасына күн туған кезде тосылып қарап отыру ешкімге жараспас. Күндерді әрең көріп отырған халықтың отбасындағы асыраушылары 19 мен 41 жас аралығында тепсең жүрісетін жігіттерді патшаға қарсы қара жұмысқа жіберетін болсақ, мына халықтың күні не болмақ? Қара жұмыс деп алып кетіп, ары қарай соғысқа кетпесіне кім кепіл? Ол жерде қандай күйде болады? Оны бір Құдайдың өзі ғана біледі. Мен өткенді айтқам, тағы да қайталап айтам. Патшаға шықа құлақтан бұйыртпаспын. Ақтық демін қалғанша ант етемін. Сізбен түспесіңіз болса еді арызбайды. Ал онда бата менен ер көгерер деген Досай шешенден батырға ат бата сұрайық. Ал Амангелді батыр әр уақыт қолдап құлай жолынан болсын. Жайындар қолданыңдар. Уа барша әлеумет, сардарға бата берейік. Бәріміз қылмай біріміз батырға тіге берейік. Қабыл болсын бұл батам, хана болсын адам ата хауанам. Өзі көрсін артында, сөзін қалсын халқыма. Әумин. Ал онда не тұрс? Уақыт тығыз. Шұғыл түрде ауыл-ауылдар алып, қару-жарақ жасай алатын қолынан ісіз келетін шеберлерді жинап, бір шеберханаға топтастыруымыз керек. Әрине, ендеше мен өз жігіттерімді алыс ауылдарға хабар таратуға жіберейін. Уақылайық, қашанғы байбанаттар мен орыс патшалардың езгісіне төзіп жүре бермекпіз. Бір жағада бас, бір жерден қол шығар. Еліміздің азаттығы мен теңдігі үшін, келешек ұрпағымыздың болашағы үшін бірге теңдес келді. Еріңдер соңында. Екіліңдер аттар.